Егер сіз кедей болып қалам деген жүрегіңізде қорқыныш болса, біліңіз, сіз ешқашан ақша таппайсыз. Сіз ешқашан миллиардер, миллионер болмайсыз. Оны бизнес-тренингтағы психолог мамандар да айтады, оны дін мамандары да айтады. Егер сізде ақшадан деген қорқыныш болса, менде ақша аз деген қорқыныш болса, немесе ақшамнан айырылып қалам деген қорқыныш болса, онда сіз ешқашан ақша таппайсыз. Оған Құранда 15 ғасыр бұрын айтып қойған. Уаидхум, ей шайтан, уәде бер оларға. Ал шайтанның уәдесі тек қана алдау. Алдау, шын уәде болмайды. Ақшаңды садақа берсең, мешітті берсең кем болып қалады. Ақшаң азайып қалады. Ақшаңды адалдан тапсаң, көп ақша тауылмай қаласың. Адалға жұмсасаң, көп ақшаң кетіп қалады. Сен іш, же, күл, ойна. Бұл тапқан ақшаңның бәрін не істейсің? Немесе арамнан да, адалдан да таба бер. Өйткені сен ертең айырылып қаласың. Бұның барлығы өтірік уәделер. Бұның барлығы сізді кем қылатын, сізді тарайтатын, сізді тұсайтын установка дейміз, пікірлер. Бұл сізді дамытпайды. Бұл сізді кері қарай алып кететін дүниелер. Бұл шайтанның сізге берген уәделері. Бұны Алла Тағала 15 ғасыр бойы бізге айтып қойған.